Қайырлы күн, құрметті қоғам тыңдауға қатысушылар. Э, баршаңыз баршаңыздан осы қатысушыларды тіркеуден өтулеріңізді сұраймыз. Енді жаңа камераға көрсетіңіздер, жаңағы ат жөндердің бәрін жазды ғой. Қазір Атап атап. Картина Симбаева, Любекова, Симбаева, Умаров Любек, Вильчмасов Канзат, и Сичаев Дума. Сичаев Дума. Сичаев Дума. Қолдарыңызды бәрін қойдыңыздар ғой. Онда қоғам тыңдаудың қатысушылары экологиялық заңнама талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесіне қоғам тыңдау өткізу міндеті болып табылады. Бүгінгі қоғамдық тыңдауда Қарағанды облысы Шет ауданындағы мемлекеттік босалқы жердің бөлігінде, бұл елді мекен емес, Шет ауданының жері, Л 43-52 10А 5А 16 блогында алаңында барлау жұмыстарын жүргізу бойынша жобасына екінші санаттық объектілер үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алу материалдарын қарастырамыз. Мен Стыбаев Орал Замырбекұлы қоғамдық тыңдаудың төрағасы боламын. Қоғамдық тыңдауды өткізу үшін бізге хатшы сайлау қажет. Қандай ұсыныстар болады? Ұсыныстар бар ма? Онда Жексенбаева Агеркені қоямыз. Онда қол көтереміз. Агерке үшін жақсы. Қабылданды. Сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, регламентті бекітіп алайық. Баяндамашының сөз сөйлеуге 15 минутқа дейін, баяндамаларды талқылау 15 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын қарау мәселесі 10 минутқа дейін, қорытынды шығару 5 минут. Ұсынылған регламентпен кім келіседі? Оны қол көтерулеріңізді сұраймыз. Кім келіседі? Қабылданды. Онда қарсылық жоқ болса, онда тыңдауымызды бастаймыз. Тыңдаудың қорытындысы бойынша қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы жасалып, жобалық материалдар бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстар енгізіледі. Олармен Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының сайтында, сондай-ақ қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкі ақпараттық жүйесінде таныстырылу болады. Мен қоғам тыңдаудың бастауды ұсынамын. Баяндамашыға сөз беріледі. Сөз өзіңізде. Түсіндіріп айтып өтсеңіз. Қоғамдық тыңдауға баяндама Қарағанды облысының Шет ауданында Л 43-52 10А 5А 16 алаңында барлау жоспары жобасына екінші санаттағы объектілер үшін әсер етуге экологиялық рұқсат бойынша жиналып отырмыз. Осы қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының талаптарына сәйкес өткізіледі. Біріншіден, айтып айтайын, жалпы мәліметтер барлау учаскесі әкімшілік жағынан Қарағанды облысының Шет ауданында жатады. Мойынбек теміржол вокзал солтүстікте 65 км жерде орналасқан. Ең жақын елді мекен Мойынты кенті учаскеден солтүстік бағытында 65 км қашықтықта орналасқан. Лицензиялаған аумақтық ауданы 2-3 шаршы километр құрайды. Жұмыстардың басталуы 2026 жылғы 2-ші тоқсанға, жұмыстардың аяқталуы 2031 жылғы 3-ші тоқсанға жоспарланған. Жұмыс бағдарламасына сәйкес 2026 жылы камералдық және дала алабындағы жұмыстарды жүргізу жоспарлануда. Атмосфераға ауа шығындалмайды, өзгермейді. Дала жұмыстарын жүргізу 2027-2031 жылдар аралығында әкелетін ауыз су және техникалық сумен жабдықтау көлемі 20 литр тағамдық пластиктен жасалған ыдыстағы зауыты дайындалған бөтелкеге ауыз су. Дала жұмыстарына тартылған қызметкерлер саны 8 адамға дейін құрайды. Кен денелерін және барлау учаскелерінің аймақтарын бағалаудан және барлаудан негізгі әдістері бағаналау, нұғымалау, бұрғылау, геофизикалық, электр барлау жұмыстары, тау-кен жұмыстары сынамалы болып табылады. Біріншіден, атмосфералық ауаға әсер. Жұмыстарды жүргізу кезінде атмосфераға ластаушы заттар шықындырылмайды. Ұйымдастырылған 8 көзі анықталады. 8 көзден ластаушы заттардың 13 атауы шығарылады.
геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуіне кезінде атмосфералық ауаға әсер ету жергілікті деңгейде жүреді және әсер етуге аймағымен шектеледі. Ластаушы заттардың таралуын есептеу нәтижелері бойынша әсер ету аймағының радиусы 500 метрге дейін құрайды. Жалпы жұмыс кезінде атмосфералық ауаға әсер шамалы деп бағаланып есептейміз. Екіншіден, су ресурсының өз әсері. Жұмыстарды жүргізудің технологиялық процесс техникалық суды жұмысшы персоналды ауыз сумен қамтамасыз етуді де талап етеді. Ауыз сумен жабдықтау әкелінетін техникалық болады. Лицензия блоктардың ауданы Мойынты өзенінен солтүстік шығыс бағытта 5 километрден астам және Балқаш көлінен оңтүстік шығыс бағытта 40 километрден астам қашықтықта орналасқан. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес қоғамдық Қарағанды облысы бойынша филиалы берген сұралып отырған жер учаскесіне, жер кадастрының мәліметтеріне сәйкес барлау учаскесіне және оған жер үсті объектілеріне жоқ. Ұлттық геологиялық қызмет мына хабарлайды. Сіз көрсеткен координаттар шегінде Қарағанды облысының Шет ауданында орналасқан учаскесі 1 қаңтар 2005 жылғы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік есебінде тұрған жер асты суларының кен орындары жоқ. Тікелей бұрғылау, ұңғымаларды бұрғылау және тау-кен жұмыстары су айдарынан 500 метрден астам қашықтықта орналасқан. Сондықтан ашық су айдарында теріс әсер болмайды. Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жер үсті және жер асты суларына теріс әсер күтілмейді. Үшіншіден, жер қойнауының әсері. Геологиялық барлау жұмыстары жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу және қоршаған ортаға зиянды әсер азайту кезінде жер қойнауын ластауын болдырмауға бағытталған. Қазақстан Республикасының жер кодексінің жер қойнауы және жер қойнауынан пайдалану туралы Қазақстан Республикасының кодексін және қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде жер қойнауын қорғаудан бірыңғай қағидалардың талаптарына сәйкес жүргізу деп жоспарлануда. Екіншіден, жер ресурсының әсері. Топырақтың ұнарлы қабатын алу кезделеді. Геологиялық барлық жұмыстарды жүргізілген кейін бұзылған жерлерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуге тиіс. Рекультивация. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде бұзылған жерлерді рекультивация кезінде бұрғылау алаңдарының барлау аралықтарының және 9800 мың алаңдары далалық лагерь аумағында бетінде шөп егу жоспарланған жұмыстар аумақты қалыптасқан геохимикалық жағдайда әсер етпейді және топырақтың химикалық ластау көзі болып табылады. Өндіріс және тұтыну қалдықтары топырақты ластамайды. Өйткені олар арнайы контейнерлерде сақталады да жұмыс аяқталғаннан кейін шығарылады. Бесіншіден, өсімдіктер мен жануарлар әлемі. Қарағанды облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы келесі хабарлайды. Қазақ орман орналастыру кәсіпорны ұсынған ақпаратқа сәйкес аталған учаске Қарағанды облысында орналасқан және мемлекеттік орман қоры мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерінен тыс орналасқан. Қазақстан Республикасының үкіметінен 2006 жылғы 31 қазандағы нөмір 1034 қаулысымен бекітілген өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін және құрып кету қауіпті төнген түрлерінің тізбесіне енгізілген өсімдіктер мен жануарлар түрлеріне сұрау салынатын аумақты болып табылуға ақпараттың инспекцияда жоқ. Сонымен қатар бұл аумақ бөкен популяциясының көші-қон орындарына және қазақстандық тау қойларын мекендейтін жерлеріне жатпайды. Жобада жасыл желектерді бұзу көзделмейді. Өтемақы тәрбиемен жасыл желектерді отырғызу қажеттілігі жоқ. Жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану көзделмейді. Тұтастай алғанда сипатталған аумақтарда осы жобаны іске асыру бойынша жұмыстарды жүргізу жануарлар әлемінің өкілдеріне әлсіз әсер етеді. Жануарлар мен өсімдіктер әлеміне теріс әсерді азайту үшін жобада іс-шаралар кешені көзделеді. Біріншіден, учаскеде жұмыс жүргізуін қатаң реттеу. Екіншісі, қалдықтарды таратпау үшін контейнерлер тағыстар болады. Үшіншіден, жұмыстарды тек бөлінген аумақ шегінде орындау. Төрті, материалдар, жабдықтары тек арнайы жабдықталған орындарда сақтау. Алтыншы, өрттердің пайда болуы мен таралудың алдын алу. Жетінші, шу деңгейі төмен өндірістік жабдықтар қолдану. Соңғы экологиялық мазмұнның ағартушылық жұмыс. Сонымен алтыншы
өндіріс және тұтыну қалдықтары, жұмыстар жүргізу кезінде негізгі қалдықтар, коммуналдық тұрмыстық қалдықтар, дәнекерлеу электрондық жағу, майлаған шүберек және пайдаланған май болып табылады. Қабылданған операция қалдықтарының пайда болуы ретінде жинақталуы. Жұмыс жүргізу кезінде түзілетін өндіріс және тұтыну қалдықтары арнайы бөлінген алымда уақытша жиналады. Қалдықтар жинақталуына қарай полигонға немесе кедеге жаратуға шығарылады. Қалдықтардың жиналуы 6 айдан аспайды. Егер барлық іс-шаралар орындалса, қалдықтардың пайда болуы мен жиналуы қауіпсіз болады және қоршаған ортаға әсер шамалы болып табылады. 7. Физикалық қасиет. Жұмыс сапасында қойылатын талаптарды орындау кезінде жобаланған объектілер мен машиналар жұмыс істеген кездегі деңгей және қызмет көрсетуші персоналдық қауіпсіздік техникасы талаптарынан сақталу адам денсаулығына зиян алмайды. Әлеуметтік экономикалық орта. Жобаны іске асыру жобаланатын объектілердің маңында олардың шаруашылық қызметке немесе демалысқа құқығы саласында тұратын адамдардың мүдделеріне теріс әсер етпейді. Жалпы алғанда қоршаған ортаға әсер етіп қолайлы бағаланады деп полигондар мен аумақтық санитарлық эпидемиологиялық жағдайда әсер ететін басқа объектілерін орналастыру жоспарланбайды. Жоғарыда айтылғанға сәйкес жобаланған ауданды пайдалану қарастырылып отырған аудан әлеуметтік экономикалық дамуына оны әсер деп санаймыз. 9. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Жобада қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайтуға мүмкіндік беретін іс-шаралар тізбесі көзделген. Жылжымалы көзделген ластаушы заттар шығындырылған алдын ала және азайту жөніндегі іс-шараларды орындау. Суды пайдалану бұрғылау жұмыстарын жүргізу. Әсер ету облысының шекарасын атмосфералық ауаның жай-күйін мониторинг зерттеу арқылы өндірістік экологиялық бақылау жұмысын жүргізу. Ағында суларды санитарлық эпидемиологиялық қызметпен келісілген орындарға беру. Сумен жабдықтау үшін қайтарылма жүргізулерін енгізу. Канал орнату. Барлау жұмыстарымен бұзылған жер учаскелерін рекультивация. Бұрынғы қалпына келтіру. Бұзылған жерлерді қалпына келтіру кезінде аумақты қоғамдандыру. Шөп егу мысалы. Қызметкерлерге жануарларды аулауға жол бермеу және құстардың аяларын бұзау туралы нұсқаулық. Экологиялық мазмұндағы ағартушылық жұмыс, қатты тұрмыстық қалдықтар мен өндірістік қалдықтардың тізілуін есепке алды. Оларды қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның иелеріне мамандандырылған ұйымдарға беру үшін уақытылы әкелу. Өндірістік экологиялық бақылау жүргізу. Менің баяндамамды бітірдім. Рахмет. Жақсы, баяндамашыға қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Менде сұрақтар бар. Бізде енді Казмирон майнинг жауапкершілігі шешіледі ғой бізде. Иә? Казайрон, да? Майнинг. Енді мынандай мәселе. Скрышивание жасаған кезде қанша жерді скрышивание жасайсыздар? Согласно вашему плану работы, разведки. 4 мыңнан. 4 мың? 4 мыңнан астам. Километр. Квадратный. 4 мың квадрат метрді. Ал темір жолдан қанша километр жүрді? Темір жолдан санағында біз 5-6 километр жүрді. Сол. Ал темір жолдың бойынан ол жер территорияның барлығы көрініп тұрады ғой. Ол темір жол основной бізде орталық пен оңтүстік жалғайтын темір жол. Сондықтан бұл жерде сопровождающий лицалар көп өтуі мүмкін, әрдайым өтуі мүмкін. Ол жерде қалдықтар қай жаққа барып төгейін деп отырсыздар? Бізде бірінші 6 айдан аспайды, біріншіден, екіншіден мысалы біздің зерттеу жұмыстары 6 жылға созылған. Әрбір жылдан кейін біз Қарағанды облысының полигондарының соның шартқа отырып, соған маңайында қай жерде елді мекен бар, соның ішінде шартқа отырып полигонға төгулерін сұраймыз. Себебі ол жердің барлығы ағайын болатын болса, оны видеоға түсіріп, біреу әлеумет желіде. Давайте протоколы этот момент укажите, хорошо? И внесите протокол, чтобы мы этот вопрос не забыли, хорошо? Жақсы. Енді тағы момент, рекультивация жасаған кезде, я что понимаю, скрещивание жасайсыздар на метр, да? Кешіріңіз, қазір мен Жанель, экология. Да, я слышу. Вы слышали вопрос, да? Вопрос касательно утилизации отходов.
Так Ну как там да, проходит, так как там проходит составляться договор с институт ветка организацией. Караганды Алма-Ата, поэтому требуется соблюдение всех санитарных норм. Это раз. Во-вторых, нужно будет после проведения вот этих вот, согласно плану, 6 месяцев, не Мгм. более 6 месяцев, нужно будет постоянно проводить уборку раз, и второй вывоз на полигон. А в Караганде, в городе Караганда Близ есть находящийся не обязательно в город полигон. Караганду. Близ находящийся может где-то в Саршагане имеется, Мгм. может в Балкаше имеется. Ну куда надо, туда. Нет, Мгм. смотрите, Туда я можно. поняла, это все прописано в проекте, это все указано, Да. и после получения экологического разрешения будет заключаться договоры с подрядной организацией именно по утилизации вот отходов. А, Казарен Майнинг будет Ну заключать хорошо, я договор. об этом я и не вижу. у председателя собрания вопрос, чтобы именно этот вопрос был занесен в протокол, и по нему был предоставлен заказчикам развернутый Да, план. хорошо, в протокол этот Хорошо? вопрос мы впишем. Такой Потом, хорошо, второй момент, когда вы рекультивацию делаете, да, ну, Мгм. скрышивание будете делать, да, сколько метров в глубину? Нет, Вы начиная рекультивация это будет 400 метров, как вы посев делаете? трав, это уже Нет. после Нет. проведенных работ. Это А вот то, что вы говорите вскрытие, в смысле глубину бурения вам нужно сказать? Нет, вы же говорите скрышивание здесь. это шурфы, колонны, говорит человек. Нет, у вас как, методом траншеи или методом бурения? Он у нас будет, первый идет, там два этапа разработки. Первый этап методом канав, канав. Канада. Ага. Ширина его канала 1,2, а Ага. глубина 1,85-2,75. Это Мгм. первое. Мгм. Далее площадь вот этих канав, точное количество пока не можем определить, но около 4000 погонных метров. Будет скрышивать, да, Да, что я говорю? каналы. Ладно, Далее мы поняли вас. после отбора проб После будет проводиться бурения. колонковое бурение при необходимости для Мгм. уточнения. Э, Колонковое бурение будет глубина скважины будет составлять в среднем около 100 метров. Я Обычно понял. идет от 75 А здесь, до 200 метров. я понял, здесь в вашем плане указано, сколько пробных руд вы можете оттуда для пробы забрать. Нет, у нас дело в том, что если мы говорим о взятии проб на рытье Да. канав, каждый погонный метр, с каждого погонного метра канав берется 1 килограмм 200-3 килограмма, 3,5 килограмма этих породы. Она в Я мешках понял. вывозится, В мешках выводится, да? маркируется, да, там. Не будете, вот, потому что у нас такой вопрос уже случился, Мгм. потому что здесь в плане разведках, оказывается, не утверждается комитетом, просто согласуются, к ним отправляются, утверждаются в вашей компании Мгм. и изготавливаются геологами, тоже согласуются с вашими, и направляются туда, к комиссии, да, в Мгм. министерство. Они просто на заметку берут и все. А внутри, я смотрю, у нас такой вопрос было, не к вам такой Ага, вопрос было, сейчас ведутся уголовные дела у нас. ага. Там прописали, более 10 тысяч тонн могут забрать оттуда. Нет. Вот такой момент у нас случился. Здесь нет такого, да? Нет, Да. Нет, Ну, смотрите, во-первых. у Во-вторых, нас проектом, потому что это, Жанель, да, секундочку. смотрите, у У нас нас проектом по плану предусмотрено горные Жанель, работы. секундочку. Мне к вам этот вопрос, просто обратите внимание, такой момент, просто, э, Ну, я видите, понимаю насчет того, что 10 есть тысяч тонн, уголовные это дела, да, но выходит, это Мгм. нарушители, то есть они неправильно да, они нарушают, то есть превышают да. свои объемы. Мы же так не поступаем, мы чисто работаем по плану, по Мгм. рабочей Хорошо. программе. Главное, все в рамках закона Да, было. естественно. Все Естественно, необходимые да. разрешительные документы представлены. Опять такой момент. Все земельные оформления, документации, когда получили вот эту лицензию, да, вы
Вам вопроса не было, что на этой территории вообще арендует Российская Федерация? А это земельные запасы, согласно сведению справки. Ну, я понял. Еще раз хочу Не обратить было. внимание, Хорошо, мы обратили внимание. на ИГКН оно не указывается. Мгм. Вы, пожалуйста, сходите в кадастр или в ЦОМ и уточните на этом территории, что потом к вам вопросов не было со Хорошо. стороны Да, арендатора. Уточни. после Хорошо, получения уточните, экологического пожалуйста. разрешения будет получаться, будет составляться публичный сервитут, поэтому я думаю, вопросов не будет по этому моменту. Жанель, у вас какой-то еще был вопрос? Или какие-то Нет, нет. уточнения? М-м. Извините, а меня хорошо слышно? Тут Все как будто бы хорошо. связь Так, прерывается, нет? Так, рекультивация бойша. Вы план изготовили, да, для рекультивации? Изготовили или нет? Жоқ, пока. Пока Деньги нет, да? сберген. Ладно, хорошо. Так, значит, скрещивание все понятно. Так, буровые работы понятно. Так, по электричеству как вы? Генератор будете, да? Генератор. Все хорошо, понятно. Так, Вахтовый поселок будет по 8 человек. ТГО понятно. У меня остается только один вопрос. Вы все-таки на территории Шведского района будете работать? Это земли запаса. Мгм. А вообще по закону положено ли соглашение между акиматом и делом? Все правильно. Мы сейчас, лицензия была получена 12 августа 2025 года. План разработки утвердили 26 по 31 год, который внутри себя делится на две категории. Сейчас мы проводим общественные слушания, чтобы до жителей было понятно, кто мы такие, что мы такие. Для этого представлены на обзор все разрешительные документы, это наше учредительное дали. И, соответственно, после того, как земли запаса, мы заключаем вместе с акиматом Щецкого района договор на пользование земельным участком сервитут. Да. Цена будет определяться согласно кадастровой стоимости, которая будет предоставлена отделом земельных отношений на каждый год. Вы меня И- не поняли. Ага. Это соглашение насчет социально-экономического развития Шведского района. Нет, на пользование земельным участком. Не, на пользование земельным участком это понятно. Для для развития Шведского района экономическое соглашение. Я могу проект показать вам? Хорошо, На примере, покажите. на примере одного этого. Сейчас, секунду. Хорошо, покажите. Секунду, запомните. Хорошо, закажите. Ну, у нас же сейчас не добыча. У нас сейчас разведывательные работы, которые предполагают, если на данных... Егер мысалы бірдеме табылса, егер иә біріншіден ол план бойынша не заң бойынша ол ондай нәрсе бар екіншіден жұмыс орындарын ашылады. Қазіргі мысалы кезде мысалы зерттеу жұмыстарын 6 жыл дейсіз, 6 жылдай. Біз зерттеу жұмыстарын мысалы осы жылдың жаздың басында план бойынша бастау керек жасайтын шығармыз. Онда сен иә жоқ кеш қалған жоқ. Қыс болды ғой. Оны қазір жер кеуіп неткенше пока мобилизация, пока барлық жинағаннан кейін сол 8 кісі әкелеміз. Оның ішінде бізге мысалы осында мысалы водитель бар ма или охранник, ондай кісілер осы не жұмыс керек кісілеріңіз бар болса біз аламыз сезон уақыты. Зарплата оның алғанда Пусть на сейфе. Сейчас, секундочку, у меня должно быть здесь соглашение, образец. Хорошо. Я вам покажу сейчас. А, Прочитайте. Будет на обозрение представлено соглашение о присоединении вот к социальным программам в плане Да. обновления инфраструктуры, раз, в плане оказания помощи, так как работы проводятся на территории Щецкого района, соответственно, в этом отношении Да, такие для поддержки программы. Да, для поддержки. Вот оно Сейчас соглашение. это соглашение я получу, вы, пожалуйста, его тоже в протокол занесите.
Вот, секундочку. Человек, слышно нас? Да, мне слышно, просто я не вижу смысла чужие соглашения нам в протокол вставлять. Просто ознакомьтесь с Ну, ним, это, что там это прописано. для обозрения. А, Мгм. Я. О, хорошо. это не чужие, конечно. Это имеется в виду, что на территории Щецкого района есть есть компании, которые занимаются в том числе разработкой, с которыми Акимат Щецкого района заключил договора Мгм. по развитию социально-экономической сферы. Сейчас Мгм. вопрос не стоит о том, чтобы как бы подписали, вопрос стоит, что у них предусмотрены эти условия, раз. Во-вторых, нам для ознакомления будет представлен проект этого Если соглашения. оно в законном порядке Да. положено. И третье, если оно в законном порядке положено, то нам необходимо его будет подписать. Хорошо? Мгм. Положено. в законе. Понятно? Маслихатом Да-да-да, местным, хорошо. и акимом, и вашим. Я. Вопросов. Вот у меня вопросов нет. Дополнительные еще вопросы будут? Жігіттер, қатысып отырған аудан тұрғындары жұртқа сұрақтарыңыз болмайтын болса, онда бүгінгі қоғамдық тыңдауды Наверное, после. қайталаймыз. Я. Папа, на это. Хорошо. Онда талқылауға көштік. Сұрақтардың бәрін қарадық. Сұрақтардың барлығына мардымды жауабымызды алдық. Енді қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Сұрақтарыңыз болмайтын болса, онда ниет білдірушілер болмаса, барлық сұрақтар талқылатын болса, онда қосымша жасауымыз қажет. Қоғамдық тыңдауды өткізу ережелеріне сәйкес кәсіпорын қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша қоғамдық пікірді ескеріп, ұсынылған жобаға өзгерістер енгізуі тиіс. Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы атқарушы органдарға беріледі және Қарағанды облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесінің интернет ресурсында, сондай-ақ келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы ұлттық деректер банкі ақпараттық жүйесіне жарияланады. Қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау саламатты болыңыздар. Все, рахмет, сау болыңыз. Бұл қарап Сұрақтарыңыз бар?